Қайырлы күн, менің алтын көрермендерім. Барлығыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Алдағы жылан жылы өте жақсы жыл болады деп естіп жатырмын. Лайым солай болсын. Ал енді бүгін сіздерге осы қиярдан жыланды жасап көрсететін боламын. Ең алдымен жаңа видеода көрсетілгендей жыланның тұмсығын кесіп, аузын жасап аламыз. Одан кейін осындай бөліктерге бөліп, денесін жасаймыз. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ол үшін поделиться деген батырманы басып, таныстарыңызға, достарыңызға жіберсеңіздер болады. Ең соңына дейін кеспейміз, құйрық жағын бүтін қалдырамыз. Енді осындай қызанақтың қабығын алып, жыланның тілін жасаймыз. Қызыл бұрыштан да жасауға болады. Аузы ашыңқы болу үшін осылай екі жағынан кесіңкіреп аламыз. Негізі жыланның аузы қатты ашыңқы болу үшін таңдаған қиярға да байланысты болады. Осындай жыланымыз дайын болып қалды. Ендігі кезекте көзін жасаймыз. Ол үшін осындай екі мейізді алдым. Одан кейін осылай ұшын кесіп алып, зубочисткамен қиярға қадаймыз. Достар, егер қиярды майыстырған кезде кескен жерлері екіге бөлініп жатса, оған ешқандай уайымдамаңыздар. Осындай зубочистканың көмегіменен бір-біріне қайтадан жалғап жіберуге болады. Қияр қатты болып келетін болғандықтан екіге бөлінуі әбден мүмкін.
Міне осы видеода көрсетілгендей осылай зубочисткамен бір-біріне жалғайсыздар. Қызанақтың үстіне енді тұз сеуіп жібереміз. Жыланымыз дайын болды. Балалар үшін өте керемет. Олар қуанып, қызығып қарайтын болады деп ойлаймын. Кешкі дастарханға, отбасыларыңызға осылай қоюларыңызға болады. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер ұнап жатса, комментарий жазып, ойларыңызды білдіріп отырыңыздар. Лайк басыңыздар. Қазақша каналға солай қолдау көрсетіп отырыңыздар. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын.